Отан оттан ыстық, Шымкент одан да ыстық. Әзіл ғой. Аяқ киімді ауыстыруға тура келді. Мен Шымкент қаласынамын. Осы жерде әскери қызметімді өткергем. Мені командирім күтіп алды. Қазір қайда барамыз? Айтадыған Алматы Көктөбеден алақанағыдай көрінсе, бізде Бәйдібекте Шымкент алақанағыдай көрінеді. Шымкент қаласының көрінісі. Байқасаңыздар, жер үйлер өте көп. Және үйлер өте әдемі. Жақсы әдемі қып салады бұл жақта үйлеріне. Қашалары биік-биік. Қала тұрғындары үй мен көлікке ерекше мән береді. Әсемдеуге тырысады. Шымқалаға келген соң, оның базарына соқпай кету қателік. Мынадай көрініске куә болдым. Бір апай, қолында таяқшасы бар. Сол келді де базарда. Жеміс-жидектің үстіне соғып саудаларың жақсы өтсін, анау-мынау деп тілек айтты. Ал сатушы оған 100 теңге берді. Тілек айтқан үшін. Сосын сұрап жатырмын ғой, қалай жақсы өте ма осыдан кейін деші. Сатушылар айтады, ой, зор өтеді, күшті өтеді дейді. Осындай да қызық болады. Бұл Шымкент, жүре берсең, көре бересің деген осы. Алтын әшекей бұйымдар дүкеніне барып едім, ине жаншыр орын жоқ. Қызу сауда. Тіпті базар сыртынан мынадай дауысты жиі естисіз. Алтын граммы қаншадан алыватсыздар? 14-15. Граммы 14-15 мыңнан сізде сатып аласыздар, Бұл базардан 2000 теңгеге не алуға болады? Жейде, шалбар, тіпті жеңіл аяқ киімге дейін сатып аласыз. Негізі мен жай ғана түсірілім жасап жүргем ғой. Сосын апайға айттым, мына самсаларыңыз қаншадан деп. Әлгі сатушы қолына целлофанды алды да, қанша сатып берейін деді бірден. Сосын алмауға алдым, сөйтіп бір самса сатып алдым. Шымкент қаласынан 35 километр қашықтықта Кеме қалған деген мемориал бар. Бұл жердің аңызы былай. Кезінде жер бетін су басу қаупі төнеді. Сол кезде Нұх пайғамбар алып кеме жасайды. Ол жерде барлығы сияды. Адамдар да, тіпті жан-жануарлар да. Сөйтіп соларда аман сақтап қалған. Сол кеме Қазғұрт тауының басына тоқтады деген аңыз бар. Қазғұрт тауы деген әне көріп тұрған көкшіл тау. Қазір кешкі сағат 10-нан 5 минут кетті. Былай қарасаң, душқа түсуге ерінетін уақыт. Бірақ шымкенттіктер Қошқар ата өзеніне түсіп жүр. Суы мұздай. Оған қоса. Қошқар атаның суына мен де түстім. Орталық саябақты аралап үйге қайттық. Ертең Түркістанға барамын. Ендеше жол болсын.